Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қашықтықтан оқытушы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қолға, иыққа, мойынға, аяққа, жалпы денені шынықтыруға арналған жаттығулармен танысу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қолға, иыққа, мойынға, аяққа, жалпы денені шынықтыруға арналған жаттығуларды зерттеу. Сабағымыздың барысы дене шынықтыру туралы жалпы түсінік қалыптастыру, бұлшықетті дамыту жаттығуларын ұғындыру, мойын бұлшықеттерін дамыту жаттығулары, иық және қол бұлшықеттеріне арналған жаттығулар, кеуде бұлшықеттеріне арналған жаттығулар, аяқ бұлшықеттеріне арналған жаттығулар, тұлғаның барлық бұлшықеттеріне арналған дамыту жаттығулары. Жалпы дамыту жаттығулары. Жалпы дамыту жаттығулары дегеніміз қозғалыс жеке дене мүшелеріне және жаттығуды орындауда жылдамдығы жоғары және орташа амплитудалық бұлшық еттердің бағыты. Жаттығу құралдармен және құралдарсыз орындалатын арнайы жаттығулар, гантельмен, нығыздалған доппен, гирмен, гимнастикалық таяқшамен, әртүрлі гимнастикалық құрал жабдықтармен орындалады. Жалпы дамыту жаттығуының классификациясы. Адамның жан-жақты дамуына жаттығуды топ-топқа бөліп, адамның дене тұлғасына әсері бойынша жасайды. Мысалы, бірінші, мойын бұлшықеттеріне арналған жаттығулар, екінші, иық және қол бұлшықеттеріне арналған жаттығулар, үшінші, кеуде бұлшықеттеріне арналған жаттығулар, аяқ бұлшықеттеріне арналған жаттығулар, тұлғаның барлық бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Мойын бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Кенет қозғалыстар жасамауға тырысып, басымызды оңға, солға, алға қарай бұрамыз. Басымызды артқа лақтырмаймыз. 4-5 рет қайталауымыз қажет. Иық және қол бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Қолымыздағы гантельдерді төмен сүріп, алақандарымызды денемізге қарай бұрамыз. Қолымызды шынтақтан бүгеміз және гантельді иық деңгейіне дейін көтереміз. Қолымызды бастапқы қалпына қойып, сол қолымызбен қайталаймыз. Кеуде бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Орындыққа ыңғайлы жатып, екі қолымызға гантельді аламыз. Оларды түзу ұстаймыз, бірақ параллель емес. Қос гантельді кеудемізге дейін түсіріп, одан соң қайта көтереміз. Жаттығуларды 6-12 мәрте қайталаймыз. Аяқ бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Екі қолымызға гантельдерді ұстап, қолдарымызды төмен түсіреміз. Қолдарымыздағы гантельмен биікке көтеріліп, қайта түсіп, аяқ бұлшық еттерін жаттықтырамыз. Жаттығуларды 6-12 мәрте қайталап жасаймыз. Тұлғаның барлық бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Екі қолымызға гантельді алып, отырып, штанга көтергендей қайта жұлқып көтереміз. Бұл кезде дене тепе-теңдігін ұстау өте маңызды. Жаттығуды 6-12 рет қайталауды ұмытпаймыз. Сабағымызды қорытындылай келе, құрметті оқушылар, жалпы бұлшықетті дамыту жаттығуларының мақсаты жаттығуларды сәлде болса қиындату, жаттығуларды үйрену, меңгеруге дайындау. Барлық жаттығу сабақтарында дене жаттығуларының қозғалыс сапасын дамытуға арналады. Тыныс алуға, жүйке жүйесін қалыптастыруға, еңбек қабілетін дамытуға, салауатты өмір сүру салтына баулып, денсаулығымызды нығайту болып табылады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.